Армысың қызық. Мен Мұхаммад өзі кітап жазғанда Лаулықұл Махфуздың құпиясы ашылар ма еді деген ролигінің астына біреу жазыпты. Сен жалпы Лаулықұл Махфузды туралы білуші ме едің, біліп айттың ба деп. Я білем, Моисей Можаның кітап екенін білем. Онда 10 заповеттің бар екенін де білем. Ол кітаптың орысша атауы Хранимый скрижаль деп аталынатынын да білем. Құранның ішінде сан түрлі атаумен аталатынын да білем. Білмей адам сөйлейме екен. Әсіресе өзіңнің далаңа келіп ұлтыңды есеңгіретіп жатқан Авраамның тұқымдарына түскен кітап туралы білмесең, онда сорыңның сопаға ұстаудай қайнағаны. Оның үстіне менің саған қоятын сұрағым былай. Сол Лаулықұл Махфуздың еврейше атауы қалай? 10 заповет жазылған. Құдайдың өзінен прямо бұрқырап найзағайлар түсіп тұрып алынған кітабының аты қалай? Сол туралы әңгімені жалғастыр. Білген жақсы болады, біле жүрген жақсы болады. Қазақтың дүниенің қалай қирап атқанын сонда түсінесің. Әзірге сау бол.